Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі ерекше тағамдардың бірі жаппасай дайындайтын боламыз. Дәл менің рецебім бойынша дайындасаңыз, сіздің жаппасайыңыз өте дәмді әрі дәл осындай әдемі болып шығатын болады. Тіпті түрінің өзіне қарап көзің тояды. Бұл тағамды мен жиі жасап тұрамын үйде, себебі менің отбасымның ең сүйікті тағамдарының бірі. Сіздерге дәл осы видео рецепт бойынша дайындап көрулеріңізге кеңес беремін, себебі дәл осы рецепт бойынша мінсіз шығады. Ендеше дайындап бастайық. Қызып тұрған майға ұсақтап туралған пиязымызды салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Пиязымыз аздап қуырыла бастаған кезде ұсақтап туралған етімізді салып, жақсылап араластырып бір қуыратын боламыз. Еттің артық сулары тартылғанша қазанның қақпағын жауып, шамамен 5 минуттай қуырып алдым. Мінекей менің етімнің артық сулары тартылып, жақсылап қуырылыпты. Енді дәміне қарай тұз себемін. Менде етім онсыз да тұзды болғандықтан көп тұзға қосқан жоқпын. Және қара бұрыш, паприка, томат пастасын қосып, тағы да бір жақсылап етті араластырып қуырып алатын боламыз. 1-2 минуттай қуырып араластырып аламын. Ары қарай азғантай су құямын және жақсылап араластырып, оттың астын баяулатып, осы баяу отта қазанымның қақпағын жауып, етімнің толықтай піскенін күтемін. Менің етім шамамен 1,5 сағатта толықтай пісіп шығады. Енді осы уақыт аралығында біз тағамымыздың қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін бөлме температурасында тұрған суға тұз және жұмыртқа қосамыз. Осылардың барлығын біркелкі болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Міндетті түрде жұмыртқаны біркелкі етіп араластырыңыз. Қамырдың барлығын бірден қосып жібермей, аз-аздан қоса отырып қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз еттің қамырынан сәл қаттылау болуы керек. Сонда біздің жаппасайымыздың қамыры өте жақсы болып шығады. Мінекей дәл осылай барлығын біріктіріп, мен қамыр иледім. Шамамен 5-10 минуттай қамырды бастым. Әрі қарай иі қанғанша қамырымның бетін жауып 5 минутқа қойып қойдым. 5 минуттан кейін қамырды тағы бір қайтарып алсаңыз, қамырыңыз жылтырап өте әдемі болып тұрады, және жазған кезде де өзіңізге ыңғайлы біркелкі болып жазылады. Мен тағы да мені қойып қойдым 5 минутқа бір қайтарып. Енді ұн сеуіп қамырымызды жазатын боламыз. Дәл осылай еттің қамыры секілді қамыр жазатын боламыз. Қамыр өте жұқа болуы керек. Неғұрлым жұқа болса, сіздің жаппасайыңыздың қамыры соғұрлым жұқа, өте дәмді болып шығады. Мен қамырды жазған кезде оқтаудың екі шетінен басып тұрамын. Сонда біркелкі және жұқа, бір тегіс болып жайылады. Қатты күш салмай, жай ғана оқтаудың екі шетін баса отырып жайсаңыз, осылай қамырыңыз бір тегіс әрі әдемі болып шығады. Және сіздерге де солай жаюды кеңес беремін. Негізінен әркім өзінің ыңғайына қарай жаяды ғой, бірақ қамырды. Мінекей қамырымды жұқалап, жақсылап жайып алған соң, осы қамырдың барлық жеріне сұйық май жағып шығатын боламын. Жақсылап, және сұйық май жағылған қамырды мантыға кескен қамыр секілді төрт бұрыштылап кесіп шығатын боламын. Мінекей менің қамырым өте жұқа, әдемі болып шықты. Осы уақыт аралығында біздің етіміз де дайын болып қалыпты. Пештің қызуын жоғарылатып, осы етке алдын ала турап дайындап қойған сәбіздерімді салып, азғантай ғана су құйып, шамамен 2-3 минуттай сәбізімді бұқтырып пісіріп алатын боламын. Және дәл осы секілді алдын ала турап дайындап қойған картоптарымды саламын. Дәміне қарай тұз қосамын және су құямын. Су біздің осы картоп сәбіздеріміздің бетін жауып тұратындай болуы керек. Тым қатты көп не аз су құйып жібермеңіз. Енді қазанның қақпағын жауып, шамамен 5-6 минуттай пісіріп аламын. Аздап біздің картоп пен сәбіздерімізді 5-6 минут пісіріп алған соң, жаңағы дайындап қойған қамырды осы тағамымыздың үстіне дәл видеодағыдай қойып шығатын боламыз. Май жағылған жағын төмен қаратып қою керексіз. Барлығын қойып болған соң, қазанның қақпағын жауып, шамамен 20 минуттай қамырымызды пісіріп аламыз. 20 минут уақыттан соң біздің тағамымыз толықтай дайын болады. Осымен мен тағамым толықтай дайын болды. Шамамен 20 минут уақытта мен қамырымды пісіріп алдым. Енді дәл видеодағыдай біздің қамырларымызды ыдысқа салатын боламыз. Әркім негізінен әр қалай салады. Мен осылай қамырларымды салып шыққанды жөн көрдім. Сонда біздің тағамымыз өте әдемі болып тұрады және ортасына етін саламыз.
Мінекей осымен біздің жаппасай атты өте дәмді әрі ерекше тағамымыз дайын. Өздеріңіз видеода көргендеріңіздей бұл тағамды жасау ешқандай да қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Және де достар, қазақша контентті қолдап, видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Ас болсын!